Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін синабон деп аталатын өте дәмді бір булочкалардың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл булочканың ерекшелігі арасына корица қосылады және де өте жұмсақ, ауызда еритіндей дәмді болып шығады екен. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге де балаларыңызға да ұнайтынына сенімдімін. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтті құямыз. Одан кейінгі кезекте бір ас қасық қантты және де ашытқыны 2 ас қасық ұнды салып, апара дайындап аламыз. Бірінші араластырып, бір 10 минут шамасында қалдыратын боламыз. Ашытқыларыңыз балғын, свежий болғаны дұрыс, сол кезде жақсы көтеріліп шығады. Осындай пищевая пленка немесе ыдыстың көмегімен жауып, 10 минут шамасында қалдыратын боламыз. Осы кезде белгілі болады ашытқыңыз балғын немесе екендігі. Осындай үстінде шапочка тәрізді болып ашытқымыз свежий болса осылай шығады. Оның үстіне қалған қантымызды, 2 жұмыртқа және де ерітілген сары майды ұнды салып, жұмсақ етіп қамырлейтін боламыз. Оның бәрін салып жібермей, осылай біртіндеп сала отырып, бірінші венчикпен араластырып алатын боламыз қоюланғанша. Қай зат қанша мөлшерде кеткені әдеттегідей видеоның астында қалдыратын боламын. Осындай сәл қолға жабысып тұратын қамыр болса да ештен кетпейді, тіпті жақсы болып шығады, жұмсақ болып. Сәл қолға жабысатындай етіп елегендеріңіз дұрыс. Ыдысымыздың астын кішкене майлап, бетін жауып жылы жерге 1 сағат шамасында көтерілгенше қалдырамыз. 2-3 есеге көтерілуі керек. Міне осындай болып көтерілді. Ұнымызды сеуіп, жұқалау етіп жайып алатын боламыз. Осындай 4 бұрышты қалыпқа келтіріп, оқтаудың көмегімен жайсаңыздар, өздеріңізге ыңғайлы болады. Шет-шетін осылай оқтаумен 4 бұрышты етіп отырып жайсаңыздар, 4 бұрышты қалыпқа келетін болады. Ортасына бөлме температурасындағы сары майымызды біркелкі етіп, барлық шетіне жеткізіп шақыратын боламыз. Тек бір шетіне ғана 1 сантиметрдей жеткізбей қалдырсаңыздар болады. Ол орау барысында бізге ыңғайлы болу үшін. Енді қанттың үстіне корицамызды қосамыз, араластырып аламыз. Оны осы қамырымыздың үстіне біркелкі етіп, жақсылап, молынан сеуіп шығатын боламыз. Осылай барлық шетіне жеткізіп сеуіп алатын боламыз. Тек осы шетін орауға ыңғайлы болу үшін қалдырып қойдым. Енді рулет тәрізді етіп, қатты тығыз, қатты бос етпей орап шығатын боламыз. Осылай орап алғаннан кейін екінші шетін осылай жабыстырып аламыз, ашылып кетпес үшін. Жақсылай осылай жабыстырып алғандарыңыз дұрыс. 12 бөлікке бөліп дайындап аламыз. Пісіретін противенімізге салып дайындап қоямыз. Арасын сәл алшақтау етіп қоямыз, өйткені пісу барысында және де тұру барысында үлкейетін болады. Үстілерін сәл-сәл осылай басып шықсаңыздар болады. Осындай пищевая пленка немесе таза сүлгімен жауып, 30-40 минут шамасында бөлме температурасында ұлғайғанша қалдыратын боламыз. Міне синабондарымыз осында 2 есеге ұлғаятын болады. Содан кейін барып пешке салып пісіретін боламыз. 170 градус қызып тұрған пеште 15-20 минут шамасында пісіріп аламыз. Үстіне жағатын кремді даярлаймыз. Творожный сыр, бөлме температурасында тұрған сары май, қантты ұнтақ,
салып бірге араластырамыз. Творожный сырды бөлме температурасында шығарып қойғандарыңыз дұрыс. 1-2 сағат алдын. Осылай венчуктың көмегімен біркелкі массаға дейін араластырып алатын боламыз. Өте дәмді крем болып шығады. Міне осындай болды. Булочкаларымыз да пісіп дайын тұр екен. Осы булочкамызға, синабондарымызға ыстықтай етіп жағып шығатын боламыз. Кремді жағатын кезде жарты бөлігін бірден жағып алып, келесі жарты бөлігін 5-10 минуттан кейін жақсаңыздар, креміміз сыртында да әдемі болып тұрады. Осылай жағып алатын боламыз. Екінші бөлігін енді тағы да жағамыз, сәл суығаннан кейін. Міне синабондарымыз осымен дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Әрі жұп-жұмсақ, ауызда ерейтіндей өте дәмді булочкалардың бірі.